أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بتن غلمنا يقتن بار قلوشة تربية قلوشة ربنا سبحانه وتعالى حمد سنة مقتول ربس پیغمبر بس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Көңілдердің түрінен шыққан салават шерифелеріміз болсайды. Мұхтарам ғазиз қардашларым, алхамдулилlah, міне Аллахның рахматы білән Рабиғул ауал айларыда келіп жетті. Біздің бейік болған Пейғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам мұқаддас зат болған Расулыбыз саллаллаху алейхи вассаламның туған айы. Әйтіп кетесім келе, хатта мұсылман болмаған, хатта Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға ғұмыры бойы қаршы барған әдәм заты Әбу Ләхабны искә төшерик. Ул гомере буе Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга яу булган, каршы барган, юлына каршы чыккан, дәгъватына каршы чыккан бер зат. Аллаһ субхана ва тааля менә шушы Әбу Ләхаб турында хәтта үзенең китабы булган Коръәни Кәримдә айрым бер сүре багышлаган. Аның җәһәннәмдә буласы турында әйткән. Бу бик куркыныч, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Әмма Аллаһ Тааляның рахмәте барша затларга да, барша кылларына да киң, мөхтәрәм җәмәгать. Әйтеп китәсем килә бер әйбер. Менә шушы Әбу Ләхаб шул кадәр кабахат була торып та, вафат булганнан соң аның агасы, ул бит Әбу Ләхаб Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның агасы була. Әгәр дә сез белсәгез, Габбас та аның агасы була, ләкин ул мөмин була. Менә Габбас Әбу Ләхаб үлгәч төшендә күрә. Нинди төш күрә? Мөхтәрәм җәмәгать. Ул Әбу Ләхабның бик авыр хәлдә күрә. Әбу Ләхабтан сорый, ничек Аллаһ Тәгалә сине кабул итте? Ничек ул син нәрсә эшләде синең белән? Әлбәттә, Әбу Ләхаб әйтә, Аллаһ Тәгалә мине бик каты газаплый. Газаплар көчле, түзәрлек түгел. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң нәрсәдә? Һәр дүшәмбе көнендә Аллаһ Тәгалә, һәр дүшәмбе көнендә Аллаһ Тәгалә минем газабымны киметә ди. Ни өчен? Дүшәмбе көнендә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туган көне. Суайба дигән кыл була Әбу Ләхабның. Ул килә һәм шул хәбәрне бирә: синең энекәшең племянник туды, Мөхәммәд исемле. Мин ди шатлыгымнан бу Суайбаны нишәттем, азат иттем. Бу Бухари риваятында килә, җәмәгать. Суайбаны азат иттем ди. Уйлап карагыз. Менә шушыңа Аллаһ Тәгалә минем газабымны киметә. Әгәр дә без мөминнәр Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның туына шатланып, мәчеткә килеп, дәгъват кылсак, салаватлар әйтсәк, касиделәр укысак, мөнәҗәтләр әйтсәк, аннан без гынахлырак булабызмы? Бидгат буламы ул? Әгәр дә үзебезнең яраткан Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга салават әйтеп, үзебезнең шатлыгыбызны күрсәтеп, үзебезнең тирән булган мәхәббәтебезне белдереп җыелсак, безгә гынах булырмы, әллә савап булырмы? Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безгә савап булыр. Суфьян әс-Саури көннәрдән бер көнне хаҗда таваф кыла икән. Һаман Аллаһумма салли аля Мухаммад, лаббайк Аллаһумма лаббайк, Аллаһумма салли аля Мухаммад дип Пәйгамбәребезгә салават өсти торган булган. Шуннан сорыйлар Суфьян әс-Сауридан, бу салават әйтүнең сыры нәрсәдә? В чем смысл? Или тайна заключается, что ты салават говоришь все время? Ни өчен? Хаҗга барган вакытта минем әтием хаҗда юлда вафат булды ди. Хаҗ юлында вафат булды. Йөзе карала. Мин кайгырдым, җыладым. Әтинең үлгәненә генә түгел, йөзе каралганына.
Шунда қайғырып жылап отырғанда ұйқыға кеткенмін. Келді қаршыма кім? Аппақ киімді шалмалы бұл зат. Әтиімні сыпырдығына әтінің езідей ағарды. Суфиян ас-Саури табиғинлардан болған зор ғалим. Мұхтарам жәмәғат, шуннан мен бұл кішіден сұрадым, кімсің? Әлі сен мені танымадың ма? Мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам деді. Мен Аллахның Расулы. Шуннан Суфиян ас-Саури сұрай пейғамбарымыздан нендей сәбәп білән әтиімнің езі қаралдысың? Хам не үшін ол қазір ағарды? Ол айта пейғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ол дей яшырын гынахлар қылайды, Аллах хам өзігіне біле тұрған дей. Шоңа күрі езі қаралды, ләкин бір қайшанда меңа салават әйтудан тоқтамады. Шоңа күрі езі ағарды дей. Әгер салават әйтсәгіз жәмәғат, салават әйту фарыз. Инна Аллаха ва мәләикәтәху. Дұрыстықта Аллах, Аллах Тағаланың өзі. Мана инна деген сөз жәмәғат, инна, поистине, хақиқатта, дұрыстықта. Нешіккіне тәржіме қылмаса, хақиқат білән сөз бара. Аллах Тағаланың өзі, бүтін ғаламларының Раббысы, өзінің Хабибі Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салават әйті. Бізге бидғат деп әйтелер. Салават айту бидғат міней. Аллах Тағала айтты, «Ва мәләикәтәху», фәрештәләр деді, салават әйтелер. Хам Аллах Тағала нәрсәди? «Я әйюхәлләзина әмәну», ей иманлы бәндәләр, «Саллу алейхи ва саллиму тәслима». Сіз де иман кетірушілерден болсағыз, сіз де Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салават әйтегіз. Мұнда саллу фи'лу амр. Аллах Тағала әмір бире, яғни салават әйту ғалимдер әйтелер, шушу аятқа таянып фарыз екен. Пейғамбарымызға салават ең кемінде ғалимдер 300 тапқыр күнінде бұларға тиіс дейлер. Аллах Субхана ва Тағала пейғамбарымыз турында Құр'анда Мұхаммад деп әйтмей. Дүрт жердегіне Мұхаммад деген сөз келе, олда болса пейғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пейғамбарлығын исбатлаушы сөздер. Бірінші сөз. «Вама Мухаммадун илля расул, қады халат мин қаблихи русул». Мұхаммад ол бір пейғамбар, аңа қадар да пейғамбарлар келділер. Яғни аның пейғамбар екенлігін ашықлай. Мұхаммадун Расулуллах Фатих сурасында келе. Мұхаммад Аллахның илшісі. Аннан соң «Ва амину бима нуззила аля Мұхаммад». Мұхаммад сурасында алар иман кетірділер Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға инген һәр нәрсеге. Хамсыңғысы әлігіна оқыған едім мен. «Ма кәна Мұхаммадун аба ахадин мин риджаликум валакин Расулаллах ва хатаман наби». Ва хатаман набиин. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам сіздің ирлеріңіздің атасы болмады. Ол сыңғы пейғамбар, расул болды дей. Сыңғы пейғамбар дей. Яғни аның пейғамбарлығын испатлаушы аятларда Мұхаммад сөзі бар. Ләкин башқа пейғамбарларға Аллах Тағала айтты: «Я Ибрахим, я Иса, я Муса, я Нух». Ләкин бір аятта да Аллах Тағала «Я Мұхаммад» демей. Нәрсе дей? «Я айюхар расул», «Я айюхар наби». Ей пейғамбар, ей расул, «Я айюхал муддаттир», «Я айюхал музаммил», ей шырналған деп. Яғни Аллах Тағала шушу аятларда бізге нәрсе көрсәтә? Пейғамбарына хөрмәтне көрсәтә. Ахыр заман пейғамбарының не қадар дәрәжәсін көтәрә. Жер езінде жәмәғат бүтіней бір нәрсе болмағанда, ойлап қарағыз, бір нәрсе болмағанда. Хатта Аллах Тағала үзігіне әйтәләр, нәрсе Аллах Тағала ең бірінші шаратта яратты? Қалам дейлер, ярар. Ләкин қалам да болмаған вақытта ең бірінші Аллах Тағала пейғамбар саллаллаху алейхи ва салламның, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның нұрын яратты. Нұрын.
Шул нурдан Аллаһ Таала барша галәмнәрне яратты. Адам алейхиссалам белән Хава җир йөзенә төшкәч, дуа кылдылар: "Я Раббыбыз, Мөхәммәд хөрмәтенә гафу кыл безне." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хөрмәтенә гафу кыл дип Аллаһтан сорау ярый. Шунда Аллаһ Таала сорады: "Я Адам, каян белдең Мөхәммәд турында? Җәннәттә булганда синең гаршыңда укыдым: Ла илаха илляллаһ, Мухаммадур Расулуллаһ." Шунда Аллаһ Таала әйтә: "Эй Адам, Мөхәммәдне яратмасам, мин дә сине дә барлыкка китермәс идем" ди. Бу дөнья Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хөрмәтенә яратылган. Җирдә ва күкләрдә, бөтен җирдә дә Аллаһтан соң Мөхәммәд сүзе килә. Азаннан соң ашһаду ан ла илаха илляллаһ дип әйтәбез, ашһаду анна Мухаммадур Расулуллаһ дип туктатабыз. Янәшә аның Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның Аллаһ Таала янында янәшә. Мен ати'уллаһ ва ати'ур расул. Ати'уллаһ ва ати'ур расул. Ва ман юти'иллаһ фақад ата'a Аллаһ. Ва ман юти'ур расул фақад ата'a Аллаһ. Кем пәйгамбәргә иярде, ул Аллаһка ияргән була. Карагыз аның дәрәҗәсен ничек күтәрә Аллаһ Таала. Бездә җәмәгать дәрәҗәсен күтәрсәк иде. Аллаһ Таала бит аның турында нәрсә диде? Нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аның турында Аллаһ Таала Коръәндә? Иннәка лa'ала хулуқин азим, син биек әхлак иясе диде. Ул бер кашанда бер кешегә дә нашарлык белән кайтармады. Нашарлыкка нашарлык кайтармады. Бер кешегә дә явызлык эшләмәде. Һәр вакытта да хәерле мөнәсәбәттә булды.